Жалпы Сырнаймен ән айтуға құмар әншілер аз. Неге? Жоқ, мен қазір аз деп айта алмаймын оны. Енді мен консерваторияда оқып жүрген кезде осы 5 жыл уақыттың төңірегінде мен өзім жалғыз ғана Сырнаймен айтатын шәкірт болып бітірдім 5 жылда. Мен сол оқуды бітіретін жылдары 5-ші курсқа келгенде 1-ші курсқа жаңағы Назгүл Қилыбаева деген сіңілім қабылданып, солай бірен-саран ғана болып жаттық. Оқыдық. Енді кейінгі кезде сырнайшылардың қатары көбейді. Енді ол қазір Алматыдағы жаңағы консерваторияда көбейіп жатыр. Өзіміздің Қазақ ұлттық өнер университетінде Сырнаймен айтушы едім, Сырнайдан оқуым келеді деген ұсыныстар, жаңағы студенттердің өзінің тілегі өте көп. Қандай бір конкурсқа барсаңыз да жоқ дегенде ішінен 2-3 сырнайшыны көресіз. Сондықтан ол меніңше ол қазіргі уақытта жоқ, насихатталмай жатыр, айтылмай жатыр деп мен оны үйді айта алмаймын. Керісінше барынша көп орындалып жатыр. Ол той жиында, үлкен сахналарда өзім кездестіріп жүрген сырнайшылар өте көп.